Сәлем достар, біз алдыңғы видеода мынандай кулонды қалай жасауға болатыны жайлы көрсеткен болатынмын. Енді осы кулонның артын жасаймыз бүгін. Ол үшін бізге ине, жіп қара түсті болу керек. Лента кішкене ғана, көп емес. Сосын фетрдің өлшемі кулон толықтай сиятындай болу керек. Сосын қайшы, бисер, төртеу, көгілдір түсті болған дұрыс. Сосын клей пистолет. Ал енді бастаймыз. Алдымен мынау бисерларды мына жердегі бос кеңістікке тігіп шығамыз. Көріп тұрғанымыздай мына жерде 4 жеріміз бос болып қалды, және соның кесірінен мына жерде кулон түзу тұрмай жатыр. Соны бір қалыпты ету үшін мындай бисерді тігеміз. Алдымен төрт бисерді тігіп алдық. Енді бұған ілмек жасаймыз. Ілмекті жасау үшін лентаны алып, мынау артына клеймен жабыстырамыз. Клейді кулонның өзіне жағамыз. Лентаны жабыстырамыз. Енді ілмекті жасадық. Енді артын жасауға көшеміз. Ол үшін клейді кулонға жағып шығамыз артына. Клейді жағып шықтық. Енді оған фетрді жабыстырамыз. Кулон толықтай фетрге сыйып тұру керек. Басып жабыстырып шығамыз. Жабыстырдық. Енді фетрдің артық жерін кесіп тастаймыз. Тура кулонға тақап артық жерден кесіп тастаймыз. Мінекей артық жерін кесіп тастадық. Енді жан-жағын ине жіппен тігіп шығамыз. Начинаем.
тігіп шығамыз. Айне жіпті байлаймыз, сосын ойыншып сөгіліп кетпес үшін, немесе көрінбес үшін оның артына, астына жіпті жаға саламыз. Сол кезде жібіміз де көрінбейді, сосын сөгілмейді деп. Енді қатты тартып тіге бастаймыз. Алдыңғы видеода айтып өткендей, жасаған әшекейіңіздің материалдары мен жіптері бір түсті болу керек. Міне мен жан-жағын тігіп шықтым. Мына жеріне келдік. Енді бұл жерде де жіпті сабақтаймыз. Сосын сабақтағаннан кейін екі рет сабақтасақ жетер. Сабақтағаннан кейін бұл жерден кесуге болмайды, себебі жіп көрініп қалады. Сондықтан бұны біз бүйтіп арасынан өткізуге тырысамыз. Бүйтіп мысалға бисердің арасынан өткіземіз. Сосын шығарамыз да мүшене шығарып осы жерінен кесе саламыз. Ол кезде ол сөгілмейді. Мінеки қыздар, кулонымыз дайын болды. Өте әдемі шыққан сияқты менің ойымша. Ашық түсті, аса үлкен емес. Сондай сүйкімді кулон болып шықты. Артынан қарасаңыз, міне ілгішіне мынандай дайын жіп кулондарға арналған. Қойдым, міне әдемі болып шыққан сияқты. Егер менің видеом ұнап жатса, мені қолдаңыздар, менің каналыма жазылыңыздар. Келесі видеоларды күтіңіздер, қызықтың бәрі алда. Сау болыңыздар.